Баршаңызға сәлем, біздің Ақтастархан YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздермен дәл осындай жұп-жұмсақ, ауызға салсаңыздар еріп кететін творожный печенье әзірлейтін боламыз. Құрамына керек заттар әрине творог, жұмыртқа, сары май, сүт, қант, ұн және қопсытқыш қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға осылай творогымызды, яғни сүзбемізді қосып аламыз. Барлық мөлшерін описание бөліміне жазып кететін боламын. Одан соң оның үстіне бір жұмыртқа жарамыз, бір жұмыртқа жеткілікті. Және қантымызды қосып аламыз. Аздап сүтімізді қосып аламыз, кез келген сүт болады. Және бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, барлығы біркелкі масса болғанша, яғни ерігенше араластырып шығамыз. Құрамына қарасаңыздар, өте оп-оңай, үйдегі бар заттардан әп-сәтте әзір болатын дәмді печенье. Енді оның үстіне осылай ұнымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Оның бәрін бірден қоспаймыз, жартысын қосып, оның арасына қопсытқышымызды қосамыз. Шамал бұл жерде 10-15 грамм қопсытқыш бар. Және қалған ұнымызды үстінен қосып, жайлап араластырып, қамырымызды жақсылап илеп алатын боламыз. Қамырымыз өте жұп-жұмсақ болып шығады, өйткені сары май бар, ішінде сүт бар. Онда әрине керек мөлшерде өздеріңіз қосып ала бересіздер. Яғни қолға жабыспайтындай бізде біркелкі жұп-жұмсақ қамыр дайын болуы керек. Міне дәл осылай барлығын жасап алатын боламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Бұл қамырды ашытудың немесе бір күтудің қажет жоқ. Дәл солай илейсіздер де печеньемізді жайып әзірлей берсеңіздер болады. Міне дайын болды, жұп-жұмсақ болды. Шамалы 10-15 минутқа тоңазытқышқа қалдырсаңыздар да болады, немесе бірден жасап беруге де болады. Міне осылай енді қамырымызды жақсылап, қатты жұқа емес, қатты қалың емес етіп жайып алатын боламыз оқтаудың көмегімен, немесе қолмен де жайсаңыздар болады. Себебі қамырымыз өте жұп-жұмсақ, қолмен де оқтаумен де жаюға икемі келеді. Балаларыңыз өте сүйіп жейтін, әсіресе сүтті шаймен керемет болып шығады. Осындай үйіңізде кез келген печеньенің қалыптарын қолдансаңыздар болады, немесе өздеріңіз бір кесіп қойсаңыздар да болады. Әрине бұл формасы өз қалауларыңызша. Мен осындай жұлдызша тәрізді форманы пайдаландым. Үйдегі жұлдызша тәрізді форма болған соң, міне барлығында осылай формаға салып, әдемілеп дайындап алатын боламыз. Ары кетсе 15-20 минут уақытыңызды алады. Зато керемет дәмді шай ішіп отырасыздар. Дәл видеода көрсетілгендей етіп, осылай үстінен қамырымызды алып шығамыз. Міне қалған бөліктері, печеньенің қалыптары осылай қалады. Ал енді пергамент төселген табамызға барлығын біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Міндетті түрде сіздерге жасауға кеңес беремін. Себебі өте жасалу жолы оп-оңай. Құрамындағы керек заттардың барлығы қарапайым, үйдегі бар заттардан жасалатын дәмді, жұп-жұмсақ печенье. Дүкендегі әртүрлі қоспа қосылған, немесе бір балаларымызға зиянды болып қалады деп уайымдамайсыздар. Осылай өз қолдарыңызбен жасап жіберсеңіздер болады. Үстіне ешқандай жұмыртқаны да жағудың да қажет жоқ. Осылай духовкамызға салып 170-180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Бұл тез піседі, сондықтан ұзақ күтудің қажеті жоқ, қатты күйіп кетпесін. 20-25 минутта әп-сәтте жұп-жұмсақ болып пісіп шығады. Міне қараңыздар, өте сүп-сүйкімді, тәп-тәтті біздің печеньеларымыз, сүзбелі печеньеларымыз дәмді болды. Енді оның үстіне әрине өздеріңіз қалауларыңызша қант ұнтағын қоссаңыздар болады. Немесе қоспай да былай да жіберуге болады. Себебі өте тәтті енді. Дәмі тіпті супер деп те айтсам болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және біздің Ақтастархан YouTube арнасына тіркелуді, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Себебі біздің Ақтастархан YouTube арнасынан сіздер үй жағдайында қолжетімді заттармен,
керемет дәмді ас әзірлеуді, әртүрлі тәттілердің рецепттерін алатын боласыздар. Бізбен бірге осындай дәмді ас әзірлеңіздер және біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ас болсын сіздерге міндетті түрде жасап, біздің каналды белгілеуді ұмытпаңыздар.